Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздермен Ұлболсын Сәбитқызы. Бүгін сіздерге комикс жасаудың жолын көрсететін боламын. Жалпы өзім тапсырыспен Ескендір поэмасын, Абай Құнанбайұлының интернатта оқып жүр шығармасын, өлеңін комикс жасаған болатын. Комиксті жасау үшін бізге ең бірінші керек, ол ChatGPT керек болады. Себебі ChatGPT бізге өзіміздің ойымыздағыдай суреттер жасап береді, шығармаларды кадрларға, сценарийларға бөліп бізге дайындап береді. Және өзімізге керекті промпттарды да, видео жасайтын болсақ, фото жасайтын болсақ та промпттарды дайындап жазып береді. Жалпы егер де ChatGPT-дің платный версиясын алсаңыздар, суретті оңай жасайсыздар, және де екіншіден сол суретке жан бітіріп мультфильм жасап шығарсаңыздар да болады. Оны алдағы уақытта мультфильм жасаудың жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Бүгін комиксті көрсетемін. Комикс жасау үшін бізге ChatGPT-дің платный версиясын алуымыз керек. Ол 10 000 теңге айына. Жалпы ChatGPT-дің платный версиясын, подпискасын бірнеше мұғалім алуға болады. Біз ең біріншіден комикс жасау үшін мұнда біз ChatGPT-мен амандасып аламыз. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай деп, маған комикс жасауға көмегіңіз керек деген сияқты. Қандай шығармаға комикс жасағыңыз келеді, соны жазсаңыздар, ChatGPT сізге кадрларға бөліп береді. Ал мен жаңағы осы интернеттен Ыбырай Алтынсариннің Таза бұлақ әңгімесін көшіріп алдым да, мұнда вставить ете салдым, қойып, осы әңгімеге маған комикс жасауға көмектесіңіз деп. Және ол маған комикстің құрылымын 6 кадрға бөліп берді. Міне осылай. Бірінші сахна, екінші сахна деп, бұл құрылым не үшін керек? Яғни біз әр сахна бойынша біз сурет жасап аламыз. Және де астындағы сөйлемдер жазылып тұр ғой, сол комиксті қолданатын сөйлемдеріміз кадрлармен дайындап берді ChatGPT. Енді осы әңгімеге кіріспе бөлімін жазып беріңіз, бір бетке сай болсын дедім. Себебі біз шығарманы комикске айналдырған кезде тек қана суреттерді ғана жасап қоймай, бірінші бетін шаблонын дайындаймыз, әдемі болу үшін, түсінікті болу үшін кіріспесін жазамыз. Комикс жасап болғаннан кейін ең соңында түйін сөзді жазатын боламыз. Және бұны біз кітапша етіп шығарып алсақ та болады. Оқушыларға берсеңіздер, мысалға кітапша ретінде. Және де интерактивті тақтадан комикстің онлайн нұсқасын, онлайн кітапшасын көрсетсеңіздер де болады. Алдағы уақытта онлайн Филипбук кітапшаның жасалу жолын бастан аяқ түсіндіретін боламын. Сол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар, жоғалтып алмаңыздар. Себебі жасанды интеллект әртүрлі жаңағы тақырыптарда видео түсіріп салатын боламын. Жалпы олай болса, кіріспе бөлімін көшіріп аламыз да, және де Canva-ға келеміз. Біз комиксті жасайтын кезде Canva-ны міндетті түрде пайдаланатын боламыз. Жалпы Canva-ның бізге беретін жаңағы плюстары, көмегі көп. Canva-ны мен өзім 4-5 жылдан бері қолданамын. Комикс жасаған кезде де бізге Canva керек болады. Canva-ға интернетке Хромға жазасыздар, Canva деп кіргеннен кейін өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Тіркелмей-ақ жұмыс жасауға болады, бірақ тіркелуге мен кеңес беремін. Себебі мұнда сіз тіркелгеннен кейін сіздің жұмыстарыңыз сақталады. Мысалға мен жасаған жұмыстарым сақталады. Әртүрлі мен карточкалары, 3D карточкалар жасаймын, әртүрлі слайдтар жасаймын, осы Canva-да жасаймын. Canva-ға кіргеннен кейін біз комикс деп жазамыз. Міне, комикс деп жазамыз. Және бізге осындай комикстің әртүрлі шаблондарын жасап шығарып береді. Осының шаблондарын пайдалансақ болады. Міне әртүрлі. Мен жалпы өзім комиксті жасаған кезде пустой бетті қолданған жақсы көрем. Міне, пустой бетті қолданамын. Алып тастаймыз, мысалы, мыналар керек емес маған. Және түсін өзгертетін кезде үстінен басасыздар да, серый түсті бассаңыздар, мұнда әртүрлі түстер пайда болды. Осындай түсте өзіңіз қалаған түсте қосасыздар да, және суреттерді қойып шығамыз.
міне жаңағы Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ әңгімесі. Бірінші бет таза бетке былай пайдаланамыз. Мынандай оюларды қайдан аламыз? Мына элементі деген бөлімге кіресіздер. Сол жерде узоры қазақша оюлар, узоры казахский деп жазсаңыздар, міне осылай әртүрлі оюлар шығады. Өзіңізге қалаған, ұнаған оюларды таңдайсыздар. Мысалға мынаны үстінен басып, мынау тұрған кнопканы былайса үлкейтсеңіздер, міне үлкейеді. Мына жерге әкеліп қоясаңыздар болады, міне үлкейтіп. Мысалға көрсетіп жатырмын да, мен өзім сары түсін пайдаландым. Және осыны міне көшіріп аласыздар да, мына астыңғы жағына қоясыздар. Міне осылай. Және мына суретті мен ChatGPT-дің көмегімен жасап алдым. ChatGPT жасап берді. Мен жаздым, Ыбырай Алтынсариннің суретін жібердім интернеттен алып. Pixar стилінде маған Ыбырай Алтынсариннің суретін жасап беріңіз деп. Мынау Pixar стилде. Жалпы суреттің әртүрлі стильдері болады, Оны ChatGPT-ден сұрасаңыздар, сіздерге айтып береді. Міне осындай стильдері бар деп. Мен жалпы өзім Pixar стилінде және мультяшный стильдерде көп қолданамын. Міне осылай суретін қойып алдық. Ыбырай Алтынсарин деп астына жазып қойдым, және мына суретті де маған ChatGPT жасап берді. Суретті қалай қоямыз, қараңыздар. Мысалға маған ChatGPT суретті жасап берді, және осыны біз жүктеп алдық қой. Үстінен бассаңыздар, мына жерде тұрған кнопканы бассаңыздар, ол жүктеледі, міне загрузка бөліміне келіп түсті. Canva-ға былай қоясыздар. Жаңа загрузка деген басасыздар, және де маған мысалға жасап берген суреті, мысалға міне Ыбырай Алтынсариннің суретін әкеліп мына жерге қойсаңыздар, ол қойылады, көрдіңіздер ме? Осылай әкеліп қоясыздар да керекті жерге. Оның размерін үлкейтіп, міне кішірейтіп қоя берсеңіздер болады. Болмаса мына жердегі загрузка дегенді басасыздар, загрузить файл, және мына жерге өзі загрузканың папкасын алып келеді. Өзіңізге қажетті суретті таңдап қоя бересіздер. Мысалы міне мынаны үстінен бассаңыздар, осы бетке келіп түседі. Екінші бет бізде кіріспе бөлімінен тұрады, Оны тоже бізде ChatGPT-ден сұрап аламыз. Маған мысалға кіріспені жазып беріңіз деп, кіріспе жазып береді. Кіріспені мен көшіріп аламын да, жаңағы ChatGPT-ге әкеліп қоямын. Жаңағы Canva-ға әкеліп қоямын. Міне осы әңгімеге кіріспені жазып беріңіз деп едім. Міне жазып берді. Оң жағын басып көшіріп аламыз да, және де әкелеміз, Бос бетті міне плюс деген батырманы бассаңыздар, бос бет пайда болады. Бос бетке әкеліп міне осындай жаңағы қазақша узорлар деп қойдым. Элементі узоры казахский, және де міне әртүрлі үстін баса берсеңіздер пайда болады, осы бетте. Қоя бересіздер, міне үлкейтіп, міне кішірейтіп, мына өшіруге болады, мына жерде үлкейтуге де болады, және құлыптап қоюға болады, ол қозғалмау үшін да. Өшіріп тастаймаған керек жоқ. Міне осы жерден мынау қара тұрған, мынау қара узорды өзім осы жерден алдым. Міне кіріспе деп жаздым. Жазуды қалай жазамыз? Міне текст деп тұр ғой, текст деп, добавить текст деп жазамыз. Міне біздің жазуымыз, және осы жерге міне жазасыздар да, мына жоғары жағында плюс деген батырманы басып үлкейте бересіздер. Мына жерде жазудың қара түске бояуға болады, жирный қылып, және шрифттерінде әртүрлі өзгерте беруге болады. Кішірейтіп, үлкейтіп, жалпы міне осылай, және осыны үстіне әкеліп қоясыздар. Маған қазір жазудың керек жоқ, мен сіздерге түсіндіріп жатқандықтан. Жалпы міне осылай ChatGPT-ден әкеліп көшіріп аламыз да, Canva-ға әкеліп қоямыз, Келесі үшінші бетіміз бізде ChatGPT-дің көмегімен жасалынған міне суреттер, жаңағы кадр бойынша бізге бөліп берді ғой, бірінші кадр осындай деп, осы кадр бойынша міне суретті жасап беріңіз, және ол сурет жазуымыз керек. Книжный форматта керек па сізге, альбомный форматта. Соны жазасыздар, және сізге қай стильде керек. Мысалға маған Pixar стилінде керек деп, сол стильде сізге суреттер жасап береді. Сосын мына суретті жасағаннан кейін, егер де суреттің астыңғы жағындағы жазу керек жоқ болса, жалпы мен өзім жазуды алып тастаймын, себебі жазулар қате болып шығады. ChatGPT-де қазақша дұрыс жазып бермейді. Ағылшынша әріптермен жазсаңыздар, бірақ жазып береді дәл солай.
алып тастаңыз деп жазамыз. Мысалы маған мына суреттер керегі жоқ деп, иә, ой сурет деп қойма, жазу керегі жоқ, мұны алып тастаңыз, маған тек қана суреттің өзін ғана жасап беріңіз десеңіз, солай шығарып береді. Болмаса, мысалға мына жерде мысалға мына жазудан бөлек, иә, суреттің бір жерінде сізге бір элемент ұнамай тұр, бір жерде ұнамай тұр. Мысалға мына жерде маған күннің суреті керек десеңіз, дәл осы суретке күннің суретін жасап береді. Мына жердің жаңағы өзгеріс енгізіңіз, осындай болсын деп өзгерісті жазсаңыз, сізге өзгертіп береді. Яғни осы жаңағы кнопка арқылы біз дәл сол жерді, суреттің дәл сол жерін ғана өзгерте аламыз. Жалпы міне осылай, екінші кадр бойынша осылай жасап беріңіз сурет деп едім, міне сурет жасап берді. Міне осылай кадр бойынша суреттерді жасап аламыз. Ең соңғы міне кадр, бізде 6-шы кадр, үшеуі кетіп бара жатыр, иә. Және біз суреттерді жасап болғаннан кейін қойып алдық, иә. Жалпы мына комикстің несін, элементін біз мына жерден аламыз. Элемент деп жазамыз. Жаңа узор деп жазып едік қой, енді комикс деп жазамыз, иә. Комикс деп жазған кезде бізге осындай графикаларды шығарып береді. Міне мынаны бассаңыздар, міне осылай бетте пайда болады, иә. Және осының үстіне жазу енгізу үшін жаңа айтқандай текст деп жазасыздар, добавить деп жазсаңыздар болады. Мына жерде әртүрлі стильдер бар, әртүрлі түрлері бар текстің. Мынандай түсте, мынандай шрифтпен, иә. Маған жалпы бұндай керегі жоқ, сондықтан добавить текст деймін да. Және мына жерге мысалға жаңағы ChatGPT-ден алған мына тексттерді біз жазып аламыз. Мысалға сөйлем, бәрі бұлақтың мағынасын түсініп, ойға шомылып, жолдарын жалғастырады деп жазылып тұр. Осыны көшіріп аласыздар да, Ctrl-мен жаңағы с-ны бассаңыздар, көшіріледі. Болмаса оң жақтағыны копировать деген батырман бассаңыздар, көшіріледі. Және мына жерге әкеліп қоямыз, вставить. Ctrl-мен жаңағы ағылшынша V деп тұр, соны бассаңыздар, ол келеді. Содан кейін мынаның жаңағы шрифтін үлкейтіп, міне Enter басып, кішкене астына түсіреміз, мына жерге әкеліп шрифтті кішірейтуге, сосын мына жердегі міне бассаңыздар, осылай жазуымыз кішірейеді, көлемі. Мысалға мына жерге 16-шы шрифтпен деймін, бәрі 16-шы шрифтпен келеді. Міне көрдіңіздер ме, осылай комикста жасай береміз. Маған дәл қазір керек жоқ, себебі мына жерге мен жазып қойғанмын. Так, ары қарай суреттерді аяқтап болдық, комиксімізді аяқтап болдық. Және ең соңында плюс деп жаңағыдай айтқандай бос бетті аламыз да, элементі барамыз. Және мына жерге узоры, казахский узор деп жазасыздар да, мына жерге ұнаған неңізді алсаңыздар болады. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша, енді мынау жуан болып кетті. Мысалға мынау қаласаңыздар осындай узорларды қойып қойсаңыздар болады. Енді маған әдемі көріну үшін мен өзім осындай элементтерді, графикаларды қолданамын. Міне осылай. Және де кіріспе деген сөзді жазу үшін мен өзім түйін сөз, кіріспе сөз, осындай графиканы қолданамын. Міне дәл осылай. Түйін сөз деп жазамыз. Текст дейсіздер да, добавить деп жазып, и мына жерге әкеліп қоясыздар, оның шрифтін үлкейтесіздер, және оның түсін өзгерту үшін мына жерде тұрған түсін өзгертсеңіздер болады. Міне, мысалға деп көрсетіп жатырмын. Енді түйін сөзді тоже ChatGPT-ден аламыз. Міне әңгіменің аяқталған сәті түйін сөз. Мен осы Ыбырай Алтынсариннің әңгімесіне, осының әңгімесіне бір бетке сиятындай түйін сөз жазып беріңіз деп айтсаңыздар, түйін сөзді жазып береді. Осыны просто көшіріп аласыздар да, жаңағы канваға әкеліп қоя саламыз. Міне біздің жаңағы неміз дайын болды. Мына бетті өшіріп алып тастайын, себебі маған бұның керегі жоқ. Біздің комиксіміз дайын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Және де
міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, иә, видео ұнаса. Және осы Canva'да сақтап алу үшін поделиться деген батырманы басасыздар. Скачать дегенді басамыз, және сіздерге қандай форматта керек. PDF форматта ма, әлде PNG, JPEG деген сияқты, иә. Маған өзі стандартный PDF формат деп мен көбіне таңдаймын. PDF пен сақталады, және де оны кітапша етіп шығарып алуымызға болады, иә. Мысалға міне PDF пен жаңағы сақталған. Міне, бірінші беті, екінші беті, иә. Жалпы мұнда PDF пен сақталғаннан кейін бұл жерде өзгеріс енгізуге болмайды. Сондықтан сіз алдын ала сақтамас бұрын мына жерден өзгеріс енгізіп алуларыңызға болады, иә. Жалпы бұл неде Canva'да жұмысыңыз сақталады, кез келген уақытта өзгеріс енгізіп қайтадан сақтап алсаңыздар болады.